Сәлем достар, бүгін сіздерде мен Noobstorm. Бүгін сіздерде мен Roblox'a 99% адам өте алмайтын ойынды ойнадым. Мен қанша рет құласам да соңына дейін берілмей бүкіл деңгейде өттім. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал біз видеомызды бастайық. Бұл троллдау паркур аудиум достар, менің бұл логикам бойынша өтіп жатырмыз. Достар, видеоның соңына дейін қарап кетіңіздер, тақаңыз. Видеода өте қиын жағдай болады деймін менің ойымша. Бірақ мен енді ойнап жатырмын. Точно өте аламын ба, білмеймін, басқа. Ё-моё. Қорқыш. Еш білікті. Мен қылмеш. Позор етіп болшеттіш. Позор, достар, позор болады басын. Ё-моё. Бұл достар, бұны ойнап көргендер, бұны өтіп көргендер қандай қиын екен біледі енді. Достар, маған не ғой? Бұл тролльдар ау деймін, админ сондай бар ау деймін. Бірақ ол админ не ғой? Танат деген бағана видеоның басында көрдік. Бұдана бағана құпия жерлет бар, солардан, 2500 монета аламыз, ал болды. Бұл негізі ойын шамалы тролл екен, плюс қиындау ма? Негізі мен тролл паркурларды жеп көремін, бірақ сіздер үшін қаншама еңбекпен осы тролль өтіп жатыр. Мен негізі тролльді жеп көрмеймін, бірақ та өткім келмейді, біреулер тролль етеді. Міне. Достар, және де бір нәрсе айта өтейін. Мен келесі видеода қандай ойын туралы салсам болады, сіздер комментарияға жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар. Давай, өту керек. Қиын ғой, қиын деген нәрсе осы ғой. Ана қашан өліп болады екенбіз. Прикиньте, достар, осы видеоны 1 минутта ана паркурды өтіп ұстап, 1 минутта осы видео аяқталып кетсе, сіздер не істейсіздер? Қанша просмотр жинайтын едіңіздер? Бірақ ол әлемде мүмкін емес шығар. Оны істеу деген 0,01% шығар. Оны әлемде тек бір адам өткен шығар, бүкіл паркурды өткен. Ашық. Соңына жеткен кезде қуаны өлім, әлем чемпионатын жеңгендей қуанам. Бұл қандай цветтер? Бұл көп шары, қиын. Қиын ғой. Құлай береді. Бұл соңғысында қарама или розовый ма болатын шығар. Өткені мен бұрында бір паркур өтіп көрген, соңында қара не болған. Бұл қызықтау екен. Енді мен келесі видеода қандай 99 күн өмір сүру айтсаңыздар, сіздердің бүкіл армандарыңызды орындаймын сіздер үшін. Сосын лайк басып кетіңіздер. Мен TikTok аккаунтыма да тіркеліп кетіңіздер, сөздерден өтінемін. Сіздерде, егер сіздер менімен бірге ойнайтын адам табылмай жүрсеңіздер, менің Roblox аккаунтымда айтатын боламын.
мен келесі осы видео ше 1000 қаралым жиналса, сосын мен подписчиктермен ойнайтын боламын. Любой друзья қабылдап алыңыздар. Мен келесі видеода өзімнің атымды, Robloxта өзімнің атауымды айтамын. Сосын қабылдап бүкіліміз бірге ойнаймыз. Яғни қызық болатыр. Прям құлай бердім. Бұл паркурлар несімен қызық десеңіздер, паркурлар ол құлаумен және тролл етумен өте күлкілі. Бұл видеода өте күлкілі болады ау деймін менің ойымша. Ой, кешіріңіздер. Байқамай қалыппын. Міне, қазір құлап қалмайшы. Қалай бересің ойшы. Енді бұны достарыңызбен ойнасаңыздар да қызық. Или туыстарыңызбен де ойнасаңдар қызық. Сөйтіп туысқандарыңызбен ойнап тролл етсеңіздер, вообще қызық. Вообще күлкілі қызық болады. Енді туысқандарыңыз кішкентай емес бір. Нормально 10 или 12 жастағы бір балдар сияқты. Солармен ойнаңдар, жыламайды. Бір 5-6 жастағылармен ойнамаңдар, олай жылай береді. Мысалға, мен бірақ өзім қарындасым бар, жыламайды. Егер видео қызық болып жатса, соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерден лайк басыңыздар, тіркеліңіздер демей-ақ қояйын. Өз қалауларыңыз өздеріңізде. Бірақ мен новый аккаунтқа тіркеле салсам да ше. Мен соңына жеткен кезде ше әлемдік кубокты көтеріп жатқан сияқты боламын. Мына видео ше точно 1000 просмотр жинаса, ал келесі видео 1000 просмотр сөйтіп көтеріле беретін шығар, или көтерілмейтін шығар. Мен алдыңда бір видео салдым, 99 күн өмір сүрдім деген, бірақ мен ояқта 99 күн емес, 46 или 50 күнде өмір сүрдім. Және де ол видео өте қызықсыз, әрі негативті видео болған жоқ. Сондықтан мен осы видеоның қызықты қылу үшін сіздерге 2 сағатымда арнап видео түсіріп отырмын. Сондықтан енді лайк басып тіркеле салсаңызшы. Бағана просто өтірік айта салдым. Егер не болып жатса, сосын достар, сіздер мен қандай да ойындар түсірейін, мен Roblox'ın ішінде мысалы 99 күн өмір сүру, әртүрлі ойындар түсірем. Сіздер маған любой ойынды айтыңыздар. Бірақ мен оны ойнау үшін сіздер арнаға лайк басып, және тіркеліп кетсеңіздер болды. Сіздердің қалаған ойындарыңызды ойнап, және сіздермен бірге ойнайтын боламын. Енді Алик-кезетке жетеміз ба, оны көреміз. Алик-кезет деген хит, сол сияқты болғым келеді. Менің арманым осы YouTube арнаға 2 миллион подписчик жинап, жас кезімде танымал болғым келіп жүр. Мысалға Алик-кезеттің өзінде жас кезінде емес, орташа жас кезінде, ондай әлемді сөз бар. Ой, қойшы оны. Қойып кет. Досы арасына қойып кетемен. Осылай, Алик-кезеттің өзі бір 25-30 жасында танымал болды. Қазір Алик-кезетті көретін ешқандай бала жоқ. Қазіргі таңда ең көп көретін балалар Жүкона мысалға, сондай сияқты. Ал енді 2027 мен 2026 аралығында мені көретін балдар болса, кайфет.
Мен және де TikTok аккаунтымда бар. Сіздер друзья қабылдап алыңыздар, мен нигімді айтайын ба? Сіздер 3-ке дейін санаймын. Сіздер видео лайк басып тіркеліңіздер, сосын мен нигімді Roblox атымды айтам. 1, 2, 3. Менің Roblox'тағы атым, сен бастың ба? Точно? Жарайды, егер мен саған сеніп тұрмын, бассаң менің Roblox'та атым Noobstorm. Міне, осылай ағылшынша жазыңыздар. Егер сіздер жаза алмайтын болсаңыздар, үйдегі аға-тәтелеріңіз болса, соларға айтып, ағатай или әпшетай Noobstorm деген никті жазып беріңізші ағылшынша деп айтасыздар. Екеуі қосылып жазылады. Міне, адамдар тролл етейін ба? Жоқ, оған уақыт жоқ. Видеоны біздің мақсатымыз достар, видеоны тезірек аяқтап, мына паркурды тезірек өту қажет. Мына видео маған өзіме ұнап жатыр, бірақ құлау уже 1000 рет құлап тастағанша. Және мен бірақ құлап жатқанымды айта жатқан жоқпын, позор етпейді. Мысалға, мен Жүкенай сияқты, Алик Кезет сияқты болғым келеді, бірақ олай болмаған арман шығар. Оны мен 10 жылдан кейін, 100 жылдан кейін танымал болатын шығармын. Мен дәл осы видеоның арқасында дамып кетсем, мен енді андай не істейтін болам. Мен подписчиктерім ақша тарататын болам деп өтірік айтып жатсаң. Мен шілей не емеспін, бай емеспін. Еще танымал да емеспін ғой. Танымал болып алайын бірінші. Бірақ танымал деген ол деген көп адам қолымдан келмейді, келгісі келмейді. Мен бұл алғашқы видеом емес, негізі екінші видеом бұл қажап еді. Бағанағыдай айтып өткендей, менің 99 ношидегі 99 күн өмір сүрдім деген видеом 89-ақ просмотр жинады. Сондықтан мен ол еще дым қызық емес, сонымен қатар ол дым не хетті емес, дым қызықсыз, дым іші прикол жоқ болып кеткен. Сосын менің ағам ютубер кім десеңізді, U5 Алма A5 блог деген, короче, ол қазір ода 10 000 или 5 000 подписчик бар. Сондай оған да тіркеліп кетіңіздер. Бірақ ол сияқты подписчик жинамаған қайдам достар. Мен TikTokқа да видео саламын. Ол жақта TikTok аккаунтым аты Noobstorm қазақша деген. Солай не жазсаңыздар болады. Мені көбісі танымай шығар. Менің өзімнің основной TikTok аккаунтымда 248 подписчигім бар. Уланчик стрим деген балам. Мені танығандар таныса, TikTok аккаунтқа тіркеліп кетіңіздер. Noobstorm деген аккаунтқа тіркеліп кетіңіздер. Сосын видео қандай негативті или не негативті қандай екен жазып кетіңіздер. Видео 10 деген баға беріп кетсеңіздер, меніңше қатты қуанатын едім. Бірақ сіздер сөйтетін шығарсыздар енді. Достар, міне біздің видеомыз соңына дейін аяқтап жетіп қалды. Міне біз паркурды уже өтіп болып қалдық.
Мен құлап жатқанын айтып жатқан жоқпын, просто ұялып жатырмын. Анау құлап қалма, анау ұяласың ше. Осымен видео аяқталды. Егер видео өте қызықты болса, сіздер лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Всем давай!